Ақкөгершін шағын орталығы Күншуақ ересек тобы шаңырақ республикалық байқауы. Әкелер мектебі тақырыбы әке өнегесі ұрпаққа мұра, жетекшісі Есжанова Мөлдір. Мақсаты балаларға қазақ халқының ұлттық бұйымдары, қамшы мен ертоқым туралы түсінік беру, олардың жасалу жолдары мен маңызын таныстыру, әке тәрбиесі арқылы ұлттық құндылықтарды құрметтеуге, ата-баба мұрасын қадірлеуге баулу, қолөнерге деген қызығушылығын арттырып, ұқыптылыққа тәрбиелеу. Әке өнегесі ұрпаққа мұра. Әр халықтың өзіне тән салт-дәстүрі, ұлттық бұйымдары болады. Қазақ халқы да өз өміріне қажетті заттарды тек қолдан жасап қана қоймай, оған ерекше мән, мағына берген. Бүгін сондай қасиетті бұйымдардың бірі қамшы мен ертоқым туралы әкесі балаларына әңгімелеп, айтып түсіндіреді. Қамшы ер жігіттің серігі, ат үстіндегі өмірдің ажырамас бөлігі. Ерте заманда батырларымыз қамшыны тек мал айдау үшін емес, қажет кезінде қорғану құралы ретінде де пайдаланған. Қамшыны әр қазақ жігіті қастерлеп ұстаған. Бұл үлкен құрметтің белгісі. Қамшы өру үлкен шеберлікті талап ететін өнер. Оны жасау оңай емес. Алдымен малдың терісін илеп, жұмсартып алады. Содан кейін оны жіңішке таспаларға бөліп, өрім жасайды. Қамшының сабы болады, өрімі болады. Әр өрімі белгілі бір тәртіппен өріледі. Қамшы өру кезінде адам сабырлы, ұқыпты болу керек. Әр талды дұрыс тартып, бір келкі өрмесе, қамшы да сапалы шықпайды. Сондықтан бұл өнер адамды төзімділікке, ұқыптылыққа тәрбиелейді. Ал ертоқымға келетін болсақ, ертоқым қазақтың атқа міну мәдениетінің негізгі бөлігі. Ат қазақтың қанаты десек, ертоқым сол қанатты басқаруға көмектесетін құрал. Ертоқым болмаса, адам атқа дұрыс отыра алмайды, ал аттың арқасы да қажалады. Осындай ұлттық бұйымдарды білу біздің міндетіміз. Бұл ата-бабамыздан қалған асыл мұра. Біз оны ұмытпай, кейінгі ұрпаққа жеткізуіміз керек.